Сәлем, видеолар жиі шығу үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпа. Бүгін 8-ші сыныптың элементтердің табиғи топтары және оның қасиеттері тақырыбының біліміңді тексер тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші сұрақ: сілтілік металдардың атомдық массасы артқан сайын олардың физикалық қасиеттері, химиялық қасиеттері, гидроксидтерінің суда ерігіштігі қалай өзгереді? Сілтілік металдардың массасы артқан сайын балқу температурасы кемейді, тығыздығы артады, металдық қасиеті топ бойынша артады, гидроксидтерінің суда ерігіштігі кемейді. Екінші сұрақ: элементтердің атомдық массасы өскен сайын галогендердің физикалық қасиеттері, химиялық қасиеттері қалай өзгереді? Физикалық қасиеті тығыздығы мен қайнау температурасы артады, химиялық қасиеті бейметалдық қасиеті кемейді. Үшінші сұрақ: алюминий хлоридін 4 тәсілмен алудың реакция теңдеулерін жазыңдар. Алюминий хлоридін алуымыз үшін 4 тәсілді сіздерге жазып көрсеттім. Алғашқысы алюминийге тұз қышқылын қосу, екінші алюминийге хлор қосу, үшінші алюминийге мыстың хлоридін қосу, төртінші алюминийге сынаптың хлоридін қосу. Төртінші сұрақ: инертті газдардың химиялық қосылыс түзбеуінің себебі неде деп ойлайсыңдар? Жауаптарыңды түсіндіріңдер. Инертті газдар атомдарының сыртқы электрондық қабаты басқа элементтерге қарағанда берік, сондықтан олар электрондарын беріп немесе алып реакцияға түспейді. Бесінші сұрақ: бір топша элементтерінің атом құрылысы ұқсас болғандықтан олардың қасиеттері де ұқсас болады деген пайымдау дұрыс деп ойлайсыздар ма? Түсіндіріңдер. Бір топшаға біріктірілген элементтердің сыртқы электрондық құрылысы ұқсас болады. Физикалық және химиялық қасиеттерінің ұқсастығы бойынша біріктірілген элементтер тобы ұқсас элементтер тобы немесе табиғи топтар деп аталады. Алтыншы сұрақ: элемент пен оның табиғи ұяластары арасындағы сәйкестікті табыңдар. Бірінші қатарда элементтер, екінші қатарда табиғи ұяластар берілген. Бірінші галоген ұяластарына жататын элементтерді атайтын болсақ, оларға бром, фтор және де хлор жатады. Келесі сілтілік металдарға натрий, литий және калий мен цезий жатады. Ал инертті газдарға неон, гелий және цезий жатады. Жетінші сұрақ: қосылыстардың молекулалық формулаларын құрастырыңдар және олардың молекулалық массасын есептеңдер. Қосылыстың молекулалық массасын табу үшін әр элементтің атомдық массасын бір-біріне қосасыздар. Алюминий хлоридінің молекулалық массасы 133,5-ге тең. Фтор сутектікі 20-ға, калий бромидінікі 119-ға, натрий оксидінікі 62-ге, хлор сутектікі 36,5-ге және кальций иодидінікі 294-ге тең. 8-ші сұрақ: мына заттар арасында жүретін реакция теңдеулерін жазыңдар. Сіздерге берілген қосылыстардың реакция теңдеулерін жазып көрсеттім, естеріңізде сақтап алыңыздар. 9-ші сұрақ: айналымды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін реакция теңдеулерін жазыңдар, химиялық реакция типін көрсетіңдер. Бізге А жағдайында натрийдан натрий оксидін, натрий оксидінен натрий гидроксидін алуымыз қажет. Натрий қосылған O2 түзеді натрий 2O. Натрий 2O-ның алдына 2, натрийдің алдына 4 қоямыз. Келесі натрий 2O қосылған H2O түзеді натрий OH. Натрий OH-ның алдына 2 қоямыз. Жағдайында хлор 2-ден H2, H2-ден H хлор алуымыз қажет. Реакция теңдеуі: хлор 2 қосылған H2 түзеді H хлор. Теңестіру үшін H хлордың алдына 2 қоямыз. Келесі реакция: калий қосылған H хлор түзеді калий хлор плюс H2. Калий хлор, H хлор және де калийдің алдына 2 қоямыз. Бірінші есеп: массасы 460 грамм натрий хлормен әрекеттескенде түзілетін натрий хлоридінің массасын есептеңдер. Бірінші есепті шығару үшін реакция теңдеуін жазамыз. 2 натрий қосылған хлор 2 түзеді 2 натрий хлор. Есептің берілгенде натрийдің массасы берілген, ол 460 грамм. Ал натрийдің салыстырмалы молекулалық массасы 46 граммға тең, ал натрий хлордікі 117 граммға тең. Бізге 460 грамм натрий қанша грамм натрий хлоридінің түзетінін табуымыз қажет. Яғни пропорция құрамыз. 460 грамм натрий x грамм натрий хлоридін түзсе, 46 грамм натрий 117 грамм натрий хлоридін түзеді. X-ті табу үшін 460-ды 117-ге көбейтіп 46-ға бөлеміз. Нәтижесінде 1170 грамм шығады. Яғни натрий хлоридінің массасы 1170 грамм болады.
Екінші есеп термохимиялық теңдеу бойынша 46 килоджойл жылу түзілу үшін қажетті хлордың көлемін қалыпты жағдайда есептеңдер. Екінші есепте 46 килоджойл энергия бөліну үшін қанша хлор қажет екенін, яғни хлордың көлемін табуымыз қажет. Ең алдымен реакция теңдеуін жазамыз. H2 қосылған хлор 2 түзеді. 2H хлор плюс 184 килоджойл, яғни 184 килоджойл жылу бөлінеді. Енді 46 килоджойл жылу бөліну үшін қанша көлем қажет екен табу үшін біз пропорция құрамыз. Пропорция нәтижесінде 46-ны 22,4-ке көбейтіп 184-ке бөлеміз. Яғни жауап 5,6 литр. 46 килоджойл жылу бөліну үшін бізге хлордың көлемі 5,6 литр болу қажет.